Қасқыр неге ұлиды? Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде 10 шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты. Ол кезде қораз айғай салып, ешкіде бақырмайды екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің 2 ешкісін алып кетеді. Өзі барып тұрған қас күнем екен, қырды да кетті, депті халық күйініп кемпір мен баласына. Ол өзі бізге қас ешкілерді қырды, демек ол қасқыр ғой, деп қалады сонда бала. Содан бастап қасқыр атанған екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні, сақалы шошанда бақырады екен. Қораз болса, алтын қанатын қағып-қағып жіберіп, кукареку деп айғайға басады. Онысы қасқырлар келді, қуа көр деп халық атайға хабар берген екен деседі. Сол күннен бастап қораз шақыратын болыпты, ешкіде бақыратын болыпты. Халық атай күнде қайтқанда өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйрықтарын бір етек қып жинап ала келіп жүреді. Бір күні кедейдікіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ол: «Жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мына кітапты ал, оқы. Оқығаныңды көңіліне тоқи біл. Ерінбесең дұшпанынан құтыласың», деп кедейдің баласына бір кітап береді. Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырды өлтіретін дәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамайды. Қасқырлар бірінші күні келіп үйді ториды. Ешкілер көрінбейді. Екінші күні келеді, ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп, үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күдер үзген соң жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреу келген бетінде арс етіп жемтікті қауып өтеді де у деп мұрнынан шаншыла құлап түседі. Қалғандары бас ауған жаққа қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар ұлитынды шығарыпты. Жаңа ертегілерді жібермей тыңдау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.